Ақтөбе облысы бойынша электронды үкімет көрсететін мемлекеттік қызмет түрлерін пайдаланушылардың қатары 500 мыңнан асты. Яғни ЕГОВ порталын қолданушылардың саны өскен. Енді ғаламтор арқылы көлік салығы мен түрлі дәрежедегі айыппұлдарды да төлеуге болады. Бұл туралы халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары айтуда. Бүгін олар облыстық жол полициясы басқармасында болып, электронды үкімет көрсететін қызмет түрлері туралы кеңінен ақпарат берді. Халыққа қызмет көрсету орталығы мамандарының бұл жолғы акциясы айыппұл мен салықтарды кезексіз төле деп аталды. Ол электронды үкіметті дамыту мен көпшілікке тарату, электрондық форматта қажетті кеңестер мен қызметтерді алу мақсатында бағытталған. Яғни ЕГОВ порталы арқылы банктер мен өзге де арнайы ұйымдарға бармай-ақ, ғаламтор арқылы тіркеліп, барлық құжаттарды рәсімдей аласыз. Егер де сіз айыппұл немесе көлік салықтарын төлейтін болсаңыз, екінші деңгейдегі банк арқылы, онда сіз банкке барып, яғни өз уақытыңызды жоғалтасыз, және де тағы басқа кезектерде тұрып, кішкене қиыншылықтар соғасыз. Егер электронды үкімет порталы арқылы төлейтін болсаңыз, онда сізге тиімді. Біріншіден, сіз үйден шықпай-ақ, яғни интернет желісі көмегімен үйде отырып-ақ керек деген өзіңіз айыппұл төлей аласыз. Яғни ол айыппұл төлеу үшін бар болған тек қана интернет желісі керек, сонымен қатар платежный карта емес, яғни төлем картасы қажет. Енді электрондық үкімет порталы арқылы көлік салығы мен айыппұлдарды төлеуге болады. Ондай мүмкіндік туралы бүгін халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары көлік жүргізушілер арасында кеңінен ақпарат берді. Алғашқы төлем ақысын өтеген көлік жүргізушісіне ұйымның таңбасы басылған жейдеде сыйға тартылды. Мамандардың айтуынша, бүгінде аталмыш сайтты пайдаланушылардың қатары да өскен. Осы Ақтөбе облысы бойынша жол полиция басқармасына келеді, ең болмаса бізге халыққа қызмет көрсету орталығына келеді. Яғни толық кеңес алады, яғни бұл айыппұлды қалай төлеуге болатынын. Келесіде тағы да басқа сұрақтар болатын болса, онда уже өздігімен жұмыс істей алады. Мұндай шаралар алдағы уақытта да жиі өткізілетін болады. Сондықтан да мамандар өзге де ұйымдарда болуды жоспарлап отыр. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.